Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді император салатының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қосқан ингредиенттердің барлығын астына жазып кететін боламын. Ең алдымен қиярды тураймын. Жұққа әрі 4 бұрыш етіп турап шығамыз. Барлығын дәл осылай тураймыз. Суға піскен картобымызды тураймыз. Сырды да дәл жаңағындай 4 бұрышты етіп тураймыз. Краб таяқшаларында үлкен қылдырып тураймыз. Мұнда піскен жұмыртқа, піскен сиырдың еті және помидорды барлығын 4 бұрышты етіп тураймыз. Енді чечил қосамыз. Чечилімізді әр қайсын ажыратып, осындай бір талын бірнеше бөлікке бөліп жұқартып аламыз. Чечиліміздің барлығын тарқатып алдық. Енді осының жартысын жаңағы бетін сәндеуге алып қаламыз. Жартысын осылай турап ішіне қосамыз. Енді қалған чечилімізді қолымызбен әбден басып, салатымыздың төбесіне қоятын боламыз. Әсемдігі үшін. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.